2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап ел тұрғындарының мобильді аударымдары тексеріледі. Мақсат заңсыз кәсіпкерлерді құрықтап, көлеңкелі бизнеске тосқауыл қою. Тексеру кезінде салық органдары 3 негізгі критерийге басымдық береді. Алғашқысы, шотыңызға ақша 100 түрлі адамнан аударылуы тиіс. Екіншісі, бұл үрдіс 3 ай бойы қайталануы керек. Соңғысы, мобильді аударымдардың жалпы сомасы 12 айлық есептік көрсеткіш, яғни 1 миллион 20 мың теңгеден асуы керек. У вас день рождения, и вы получили... Мысалы, туған күніңізде шотыңызға 120 адамнан 500 мың теңге түссе, сіз тексеріске ілікпейсіз. Себебі жоғарыдағы 3 шарт бірдей орындалмаған. Салық органдары азаматтарды тексеру үшін 3 критерий сақталуы тиіс. Осы 3 критерий сақталған жағдайда ғана банктер мемлекеттік органға жасалған операциялар туралы толық ақпарат береді. Екінші деңгейлі банктер мемлекеттік кірістер органдарынан барлық банктік шоттардағы ақша қозғалысы туралы ақпарат беруге міндетті. Бұл процесс толықтай автоматты жүзеге асады. Қабылданған ақпарат негізінде салықтан жалтарған, бірақ жеке кәсіпкер ретінде тіркелмеген тұлғалар анықталады. Салық органдарының мәліметінше, жеке мақсатта жасалған аударымдар есепке алынбайды. Ата-анаңызға, балаларыңызға, достарыңызға жіберілген қаражат табыс түріне жатпайтындықтан, оны декларациялаудың қажеті жоқ. Ждем утверждения приказа. Тексеруден жалтару үшін мобильді аударымдарды бақылауда ұстау қажет. Тәртіпке бағынатын азаматтарға алаңдауға негіз жоқ деп ойлаймын. Алайда егер шотыңызға 100 немесе одан да көп аударым түсіп, жалпы сомасы 1 миллион 20 мың теңгеден асатын болса, онда сіз жеке кәсіпкер ретінде тіркелуіңіз міндетті. Яғни мұндай табыстарға салық төленуі керек. Жеке кәсіпкер ретінде тіркелмей мобильді аударымдар арқылы табыс тапқандар, коммерциялық қызметті көлеңкеде жүргізгендер Қазақстан Республикасында әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 463 бабына сәйкес жауапкершілікке тартылады. Мұндай заңсыз әрекет үшін алғаш рет 15 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Бұл шамамен 58.980 теңге. Егер құқық бұзушылық қайталанса, айыппұл мөлшері 30 айлық есептік көрсеткішке, яғни 117.960 теңгеге дейін артады. Ал табысты жасырып қалу әрекеті үшін салынатын айыппұл табыстың 200%, ал қайталанған жағдайда 300%-ын құрайды. Сергей Лукашин, Қарагөз Мақатова, Алау телеарнасы.